Сәлем достар, бірнеше ай бұрын біз Jet электросамокат жалдау сервисіне шолу жасаған едік. Сол видеомыздың орысша нұсқасының астында сіздер комментарийде өзім сервисіне де сондай шолуды түсіруімізді сұраған едіңіздер. Міне сол күнде келіп жетті. Менің атым Айдарбек, бұл 399 арнасы. Кеттік. Интернетпен және өзінің қолданбасында табатын ақпараттардың кейбірлері бір-бірімен сәйкес келмейді. Сондықтан осы видеода мен сіздермен өзім сервисін алғаш рет қолданғандағы сезіммен бөлісетін боламын. Және де өзімнің тура бәсекелестері Jetпен салыстырғандағы ойыммен бөлісетін боламын. Ал енді қалай бұл сервисті қолдану керек екенін айтып берейін. Біріншіден өзімнің қолданбасына кіреміз. Кіргеннен кейін телефон нөмірін жазып, құпия сөзді теріп тіркелесіздер. Жазған телефон нөміріне SMS келеді. Сол SMS-ті қолмен жазып, ары қарай аты-жөнін, электрондық поштаны және туған күніңізді жазып, қаланы таңдап бітіруге болады. Тіркелу кезінде мында адрес графасы бар. Бірақ сіздерге лайфхак, кейде өзіңіздің жеке ақпаратыңызды жазу міндетті емес. Оны тексеру үшін адрес графасына ештеңе жазбай, ары қарай батырмасын басып көріңіз. Егер тіркелу ары қарай өтіп жатса, яғни ол міндетті емес болған. Өздеріңіздің жеке ақпараттарыңызды жазған кезде мұқият болыңыздар. Ал енді осы жолы менің аккаунтымда баланста ақша болғандықтан, мен қазір өзімнің телефоннан көрсететін боламын. Тіркеліп болғаннан кейін электросамокатқа жақындаймыз да, QR-код сканерін қосып, QR-кодты сканерлейміз. Бұл жерде электросамокаттың жеке нөмірін, батареясының қуатын және бағасын көреміз. Ортасындағы батырманы басып, электросамокат қосылғаннан кейін жүре бересіздер. Электросамокаттың алдында спидометрін көруге болады, батареясының қуатын көруге болады және 3 кезеңді жылдамдықтың көрсеткішін көруге болады. Жылдамдықтың көрсеткішін ортадағы қара батырмамен өзгертуге болады. Ал енді өзімнің тәжірибем туралы айтып кетейін. Мен өзімді бірде-бір қолданып көрмеген адам ретінде, тек қана естіген адам ретінде, телефоныма өзімнің қолданбасын жазып алдым да, картадан самокат іздедім. Картадан тауып алып, самокаттың тұрған жеріне келдім. Самокаттың тұрған жері ешқандай электросамокатқа арналған тұрақ емес. Жай ғана машиналардың тұрағы. Сол жерде жалғыз бір самокат тұрды. Сол өзімнің самокатына келіп, қолданбаны ашып, тіркеле бастадым. Тіркелген кезде ешқандай жеке куәлікті түсіріп керек жоқ. Сөйтіп тіркеліп алғаннан кейін, QR-кодты сканерлегеннен кейін алдымда ақпарат шықты. Сол кезден ғана минутына 30 теңге екенін енді білдім. Яғни бағасын QR-кодты сканерлегенде бірақ білдім. Жалпы қалай болады екен деп 5 минут айдап көру үшін теңгеріміме 150 теңге салдым. Бірақ өкінішке орай самокат қосылған жоқ. Себебі кем дегенде теңгеріміңізде 2000 теңге болу керек екен. Ол қалай жұмыс істейді? Мысалы, сіз теңгеріміңізге 2000 теңге салдыңыз. Сөйтіп, электросамокатты қостыңыз да, бір жерге бардыңыз. 10 минуттың ішінде жетіп алдыңыз да, электросамокаттың жалдауын өшіріп, енді теңгеріміңізде 1700 теңге қалды дейік. Кейін жұмыстарыңызды бітіріп, қайтадан сол өзімнің электросамокатымен қайтқыңыз келсе, сіздің теңгеріміңізде 1700 теңге болғандықтан, сіз оны қайтадан қоса алмайсыз. Сөйтіп, менің теңгерімімде 150 теңге болғандықтан, үстінен 1850 теңге қостым. Самокат қосылған сияқты болды. Себебі бүйтіп қолданбаға қарадым да, қосылған екен дедім. Және самокатты қозғалтқан кезде тежеткіші өшкенінен білдім. Неге қолданбадан білдім? Себебі оның панелінде жарық күнде ештеңе көрінбейді. Сөйтіп келе жатқан кезде мен өзімнің бас киімімді алып, спидометрдің үстіне қойып, көлеңке жасап, ең қатты жылдамдығы 25 км/сағатына екенін білдім. Сөйтіп 10 минуттай жүргеннен кейін өз орныма қайтып келдім. Жалдауды аяқтайын десем, қолданба маған оны тұраққа барып байлап қойымды сұрайды. Ал бұл жерде басынан бері ешқандай тұрақ болған жоқ. Жарайды дедім да, енді картаға қарап, ең жақын тұрған тұрақты іздедім. Ең жақын тұрақты тауып алдым да, соған жеттім. Картада тұрақ П әрпімен белгіленетін. Сөйтіп картада П әрпімен белгіленген жерге келсем, ешқандай тұрақ жоқ. Бірақ жарайды. Енді картада осы жер П әрпімен белгіленіп тұр екен. Яғни осы жерде қалдырып кетуге болатын шығар деп, жалдауды өшіргім келіп, фотоға түсіріп, оны жіберейін десем, маған тағы бір хабарлама келіп тұр. Сіз қала сызығының сыртына шығып кеткенсіз дейді. Қаланың территориясына қайтып кіріңіз дейді. Мен тағы да түсінбей қалдым. Сөйтсем, қызыл сызықпен картада осы самокатпен жүруге болатын территория белгіленген екен. Егер сіз жиі сұрақтарға арналған жауаптарды оқымаған болсаңыз, сіз дәл қазір сол қызыл сызықтың не екенін және оның бар екенін және оның не үшін екенін енді біліп отырсыздар. Бірақ соның өзінде ақылға қонғысыз нәрсе. Қалайша картада белгіленген тұрақ ол жаңағы территорияның сыртында. Сол картада белгіленген жалғыз тұрақ емес екен. Осы елордамыздың картасынан бақандай 3 тұрақ территорияның сыртына шығып тұр екен. Сөйтіп таң болдым да, басқа жақын жерде ешқандай тұрақ жоқ екенін біліп, территорияға кіріп,
осы самокаттың жалдауын аяқтайын дедім. Себебі ақша да кетіп жатыр, жақын жерде тұрақ та жоқ. Сөйтіп оны аяғында бір болмысты жерге қойдым да, жалдауды аяқтап, подаға түсіріп, жіберіп жатсам, маған тағы бір хабарлама келеді. Сіз қала сызығының сыртында тұрсыз дейді. Мен тағы да аң-таң болдым да, картаға қарасам, қала сызығынан өтіп, территорияның ішінде әжептәуір жерге кірген екенмін. Түсінбей қайтадан көрсем, бір ғажайып сиқырмен істеп кетті. Ал енді өзімнің нюанстарымен және қолданбасына көшейік. Мына батырма не үшін керек білесіздер ме? Бұл батырма электросамокаттың жөнді істемейтінін көрсету үшін арналған. Былай қарасаң сұрақтарыңа жауап табатын батырма сияқты. Ал мына батырма не үшін керек білесіздер ме? Бұл батырманың болғанын да білесіздер ме? Бұл батырманы басқан кезде кішкентай нұсқаулық шығады және сол нұсқаулықтың ішінде штраф туралы білуге болады. Ал енді әртүрлі нюанстарына көшейік. Өзімге тіркелген кезде туған күніңізді қате жазып қойсаңыз, оны қайтадан түзете алмайсыз. Неге бұны мен маңызды деп санаймын? Себебі бұл сервис 18 жастан асқан адамдарға арналған сервис. 18-ден аспағандарға сервис көрсетілмейді. Аккаунттары блокқа түседі. Егер жасыңыз 18-ден асып тұрса, бірақ сіз туған күніңізді дұрыс белгілемеген болсаңыз, онда сервисті қолдана алмауыңыз ықтимал. Ары кетсе басқа номермен жаңадан регистрация жасауыңызға болады. Екіншіден тіркелетін кезде адресті сұрайды. Не үшін екені түсініксіз бірақ. Қазіргі таңда көптеген сервистарда сондай нәрсе кездеседі. Бірақ өзімге тіркелетін кезде графалардың қасында қызыл жұлдызшамен міндетті түрде толтыру керек деген белгі жоқ. Сондықтан бағана айтып кеткен лайфхакты қолданыңыздар. Ағылшын тілде сөйлейтін қолданушыларға бұл жерде ешқандай сұрақтарға жауаптың да және тарифтердің де аудармасы жоқ. Ал қазақ тілін айтатын болсақ, ол мүлдем жоқ. Мүмкін iPhone-да басқа, бірақ Android-та нақты жоқ. Ары кетсе арасында бір-екі хабарламада қазақша жазылуы мүмкін. Қолданба ыңғайлы емес. Бір беттен басқа бетке ауысу үшін жүктеу болады. Бірақ маған бір ұнаған нәрсесі, аккаунттағы балансты Каспимен толтыруға болады. Бірақ ол да бір түрлі істеді. Алдымен өзімнің қолданбасында неше теңге салу керек екенін сұрады. Одан кейін Каспидің қолданбасы ашылған кезде тағы да екінші рет жазу керек болды. Не үшін бірінші рет сұрағаным түсініксіз болды. Кейде сондай нәрсе болады, кейде болмайды. Қолданбалы жазып алған әрбір адам ақпаратты сайттан қарап іздеу деген ойға келмейді. Ал қолданбаның ішінен ақпарат іздейтін болсаң, мынандай нәрсеге тап болуы мүмкін. Міне мысалы бағалар деген батырма басып қалсаң, ешқандай баға жоқ. Кем дегенде енді Астана қаласын таңдағанда сондай болады. Басқа қалалар тексеріп көрген жоқ. Тағы да бір ұнамаған нюансы, баланста кем дегенде 2000 теңге болу керек. Оны не үшін жаман екенін бағана да айтып кеттім. Келесі бір үлкен нюансы, неге Астана қаласында кәдімгідей өзімнің тұрақ станциялар жоқ. Картада тұрақтың белгісі тұрады, келсең тұрақтың станциясы жоқ. Және бағана айтып кеткендей, бақандай 3 тұрақ белгілері қала сызығының сыртында орналасқан. Ал енді тура бәсекелесі жетпен кішкене салыстырып өтейік. Біріншіден, тегін брондау деген функция жоқ. Тіпті брондау деген функцияның өзі де жоқ. Мысалы, мен жетті қолданған кезде алдын ала бір самокатты өзім үшін брондап аламын. Яғни мен келгенше оны ешкім алып кете алмайды. Бүгін біз ботаникалық садтың іші мен айналасынан өзімнің самокатын табу үшін әбден қиналдық. Ботаникалық садтың территориясында болған 5-6 самокат болды. Оның 4-інің қуаты жоқ, біреу жұмыс істеген жоқ. Тағы біреуіне келіп үлгерген жоқпыз, біреу алып кетті алдымыздан. Жарайды, ботаникалық саябақтың сыртына шықтық. Айтпақшы, мынау біздің бүгін жүрген жолымыз. Біз жет самокаттарымен жалғыз бір өзімнің самокатын табу үшін жүрген жолымыз және уақытымыз осы. Бұндай функция өзімде жоқ. Әйтеуір сол самокатқа қолымыз жетіп, сіздерге бүгін соны видеода көрсеткен болатынбыз. Және сол самокат айтқан ақпаратқа сәйкес келетін жалғыз самокат болды. Себебі біріншіден оның максималды жылдамдығы 20 км/сағатына болды. Тура сайттағы ақпараттарына сәйкес. Кешегі айдаған электросамокаттың жылдамдығы тура жеттікінде 25 км/сағатына болған. Және де бүгінгі электросамокат мен қараған 9 самокаттың ішінен ақпарат жазылған этикеткасы бар жалғыз самокат болды. Жеттің көпшілік самокатында бұндай ақпарат бар. Өзім мен жетті қолданбайтын адам жолда тұрған жалғыз өзімнің самокатын көріп қалған кезде, ол жалға берілетін самокат екенін түсінбей қалады. Қолданбасы енді біріншіден түрі онша емес болсын, түрі жарайды. Ол қолдануға ыңғайсыз. Үшіншіден көптеген өтірік ақпарат кездеседі. Өтірік дегенде жаңартылмаған ақпарат. Мысалы, бір күнге 60 минуттық пакет сатып алатын болсаңызда, ол 1680 теңге тұрады. Бірақ жаңағы этикеткада болсын, сайтында болсын, қолданбаның ішіндегі сұрақтарға жауаптардың арасында болсын, 1380 теңге деп тұрады. Қысқасы, осының бәрі кішкентай ұсақ түйек болып көрінгенмен, осының барлығы жиналып бір үлкен
мәселеге айналады. Адамды сервисті қолдануынан ләззат алуы жартылай қолданбаға байланысты. Өзімнің сервисін ұнатпай отырған жалғыз мен емес. Play Store мен App Store'дағы парақшаларына қарайтын болсаңыздар, рейтингтері төмен және жаман пікірлерге толы. Jet пен өзімді салыстырғанда әрине енді Jet жақсырақ деп айта аламыз. Бірақ Jet'тің де өзінің кемшіліктері бар. Бүгінгі видеода айтылған нәрсенің барлығы Jet және өзім сервистерін жамандау үшін айтылған нәрселер емес. Мен қолданушы ретінде өзімнің ойымды, өзімнің тәжірибемді және қалай көріп тұрғанымды айтамын. Және осының бәрін сіздерге видео ретінде айтып беріп отырғанымыз, ол сіздерді ойлағанымыз. Себебі сіздер осы сервистерді қолданып көрмеген болсаңыздар, бір күні қолданылатын болсаңыздар, бұл сервистермен қалай қолдану керек және қандай нәрселерге дайын болуларыңыз керектігін айтқымыз келеді. Себебі ешқандай ақпаратты білмей қолданып көргілеріңіз келетін болса, 90% жағдайда сіздердің көңілдеріңіз қалып қалуы мүмкін. Бірақ бұл компаниялар жас. Олардың келгендеріне 1-2 жыл болды ма, болмады ма? Сондықтан біз осы компаниялардың өздерінің сервистерін ретке келтіріп, оларды дамытып, тек қана бізді қуантқандарын қалаймыз. Ал сіздер не ойлайсыздар? Өздеріңіздің тәжірибелеріңізді астына жазып кетіңіздер. Jet болсын, өзім болсын, комментарийде жазыңыз. Өздеріңіздің бағалы лайктарыңызды қойып, біздің арнамыз және әлеуметтік желілерімізге жазылып, бізге қолдау көрсетулеріңізді сұраймыз. Сіздермен болған Айдарбек, бұл 399 арнасы. Сау болыңыздар.